Көңіл-күйді қандай белгілеп жіберейік? Көңіл-күйіміз қалай? Өте тамаша. Осы көңіл-күйдің арқасында қазір сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Отыра қойыңыздар. Енді балдар, біздің бүгінгі бөлетін жаңа тақырыбымыз сызықтық алгоритмдерді программалау. Дәптерді ашамыз, күн ретін қоямыз, тақырыпты жазамыз. Сіздермен жаңа тақырыпты өтпес бұрын өткен үйге берген тапсырманы бір шолып өтейік. Ол үшін тақтаға мен сіздерге тест дайындап бергенмін. Қазір сұрақ бойынша жауап бересіздер. Программада жаңа терезені ашу үшін орындалатын команда қандай команда? Нағы дейді? Бәріміз бір айтайық. Рахмет. Өте тамаша. Балдар, мына жерге мұқият. Әр заттың басы және соңы болады, балдар? Енді оның оқу мақсаттары Python тіліндегі сызықтарды үйрену және сызықтық алгоритмдерді үйренеміз. Бұл Python тілінде болмаса Python дейміз. Python деген қазақша тілде айтылады. Міне және шығару іздеуіміз. Яғни сызықтық алгоритм дегеніміз іс-әрекеттердің бірінен соң бірі тізбектері орындалуына айтады екен. Қайталап жіберейік. Сызықтық алгоритм дегеніміз іс-әрекеттердің тізбекте орындалуына. Енді барлық заттың өз алгоритмі болады, балдар? Енді сіздерге мынандай есеп берілді. Осы есептің өрнегін табуымыз керек. Ол үшін бізге x-ті енгізуіміз керек. Алады. Бірден енгізе алмаймыз, бала, себебі мынау дәреже. X-ті енгіземіз, берілген өрнекті Python тілінде жазамыз. Және нәтижені экранға шығарамыз. Енді қалдық бөлігін анықтау. Бұны не дейді? Пайыз дейді. Қосу азайтуды білесіздер. Біздер де сіздер математика сабақтағыдай осылай өрнектері бойынша жазылады екен. Тамаша, балдар, керемет. Енді біз практикалық жұмыс жасайық. Балдар, практика